Қайырлы күн жақсыларым. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді тұшпара жасайтын боламыз. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Ең алдымен тұшпараның қамырын илеп аламыз. Ол үшін салқын суға тұзды, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, үстінен ұнды салып, қаттылау қамыр илейміз. Маған лағман, манты, тұшпара жасағанда осындай қатты қамырмен жұмыс жасаған ұнайды. Ал сізге жұмсақтау керек болса, сәл жұмсақ илеңіз. Қатты қамырдың иіні көбірек қанады, бірақ әбден қанғасын жұмыс жасауға өте ыңғайлы, керемет болады. Арасында қамырды басып қоямыз. Бір пияз бен сарымсақтың 3 бөлігін өте ұсақтап турап фаршқа саламыз. Сарымсақты, яғни чеснокты қоспай қойсаңыз да болады. Егер фарштың майы аз болса, онда май турап қосамыз. Егер құрғақ болса, 1-2 қасық су құюға болады. Майлы фаршқа пияз бен сарымсағымызды қосып, дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Салынған заттар мөлшерін астына жазып кетемін. Сіздер өз ойларыңызды жазып, пікір қалдырып отырыңыздар. Енді осының бәрін жақсылап араластырып аламыз. Тұзы барлық жеріне сіңуі керек. Қамырдың бір кішілеу бөлігін кесіп алып, сонымен жұмыс жасаймыз. Ары қарай видеода көрсетілгендей жасаймыз. Осылай жіңішке болғасын, шамамен бірдей бөліктерге кесіп аламыз. Қамырымыз қатты иленген болғандықтан көп ұнды қажет етпейді. Әр кесілген бөлікті жеке-жеке жайып, ортасына етті салып, видеодағыдай бекітеміз. Тұшпара жасағанда ересек адамның порциясы 17 данадан тұрады деп саналады. Ал үйде адам басына 20-дан, ал кішкене балаларға 10 данадан есептеп саламын. Артылған тұшпараларды тақтайшаға тізіп, тоңазытқышта қатырып аламын. Жарты сағаттай тоңазытқышта тұрып қатқаннан кейін, оны алып, бөлек целлофанға салып, қайта тоңазытқышқа қоямын. Қайнап тұрған суға тұз бен қара бұрышты дәміне қарай салып, сол суда пісіреміз. Қайнағаннан кейін 10 минутта дайын болады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыз. Тәбетті ашатын үй тұшпарасы міне дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Біздің каналда жолыққанша.